Түрік академиясының қаржыландыруымен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Оғыздардың астанасы болған Жанкент қалашығында қазба жұмыстарын жандандырды. Нәтижесінде бұған дейін бізге беймәлім болған бірнеше құнды жәдігер жарыққа шықты. Мұндағы қазба жұмыстары 2023 жылы басталған. Ежелгі тарихы мен түбі бір түрік ағайын Жанкентке ерекше қызығушылық танытып, қажетті қаражатты бөлген. Бұл бір кездері үзіле жаздаған қандық және рухани байланысты қайта жалғаудың жанды көрінісі болатын. 3 жылға жуық жүргізілген жұмыс нәтижесіз емес. Bu Kızılorda bölgesini burada Kazalı ilinin Жанкент археологик. Жанкент шаһары жай ғана археологиялық орын емес, ерте орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойындағы маңызды қала. Еділ, Жайық, Каспий мен Хорезм арасындағы саяси сауда және мәдени байланысты арттыратын орталықтың бірі болған. Қазба жұмыстарынан алынған археологиялық олжалар Жанкентте орта ғасырларда дамыған қала құрылымы болғанын дәлелдейді. Қазба жұмыстары барысында табылған Оғыз Қыпшақ мұрасы түркі әлемі мәдениетінің ортақ екендігін көрсетіп отыр. Қалашықтағы қазба жұмыстарының нәтижесінде әртүрлі мақсатта пайдаланылған бірнеше қыш құмыра, астау қоюға арналған қошқар бейнесіндегі оюланған тіреу табылған. 1000 жылдан бері жер астында жатқан дүниелердің жақсы сақтала қоюы да екіталай. Сол себепті қайта жандандырушы мамандар қажет ақ. Ең бірінші мына сынған бөлшектерін алып, бұның тұзын шығарамыз. Бір шама уақыт тұзды суда тұрады, уксусқа саламыз, қышқыл несіне. Сөйтіп, тұзы шығып болғаннан кейін оларды жуып, тазалап, содан келетін жерлерін бәрін клеймен клейлеп, қалған жоқ жерлердің фрагменттерін біз гипспен, сондаймен білдіртпей ғана, бірақ оның айырмашылығы болып та керек. Гипспен жаңа қыш құмыраның. Жанкент 9 жолдың торабындағы қала. Мұнда сауда-саттық биік деңгейге жеткен. Тек Қазақстан аумағындағы тайпалар ғана емес, шеттен келетін көштердің қарасы көбейіп, алыс-беріс арта түскен. Қаруы мен ірі қарасы шаш етектен болған қалада монеталар да табылған. Бірақ олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Биылғы жылы 50-дің үстінде күміс монеталар табылды. Хорезмшах периодының, Хорезмшах кезеңіне жататын монеталар. Бірақ ол монеталардың қызықты жағдайы перечекан, яғни екінші рет қайта соғылған. Бетінен осы Оғыз билеушілері Хорезмшах монеталардың бетінен қайта теңге соққан. Яғни өзінің атын, билеушінің аты жөні жазылған, билеген жылдары жазылған белгілері бар. Әзірге нумизматтардың зерттеулеріне енді ұсынамыз. Предварительно алдын алаға жеткен, қол жеткізген нәтижелеріміз осыны көрсетіп отыр. Бұл тек нумизматтар оны сурет арқылы ғана айтып отыр. Жанкент түркі жұртына ортақ құндылық. Бұл қаланың маңында Қорқыт Ата дүниеге келіп, Оғызға абыз болған. Қазақ даласынан жан-жаққа жер ауған түркілердің бүгінгі ұрпақтары үшін дәл осындай тарихи жерлер мен тұлғалар құндылықтың құнын жоғарылатып тұр. Нұрдәулет Қалабеков, Ерлан Жұматаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Қазалы ауданынан.